Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Универсал асхана каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, үлпілдек, нәзік болып шығатын күлше нандардың рецептімен бөлісетін боламын. Қазір ортасын бөліп көрсететін боламын. Өте жұмсақ, сондай дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін толық көру үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Үстіне тұз саламыз. Құрғақ аштық саламыз. Қант саламыз. Бір жұмыртқа және сұйық май құямыз. Өсімдік майы, яғни қалауыңызша. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қажетті ингредиенттерді өлшемдермен төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнды міндетті түрде електен өткіземіз, яғни ұнның барлығын емес, жартылай бөлігін салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар, яғни бұл қамырдың көтерілуіне тікелей байланысты. Жақсылап бір араластырып аламыз. Енді ұнның қалған бөлігінде електен өткізіп саламыз. Қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз әдемі, пышный болып көтерілді. Қамырымызды ыдыстан түсіріп, 3 немесе 4 бөлікке бөліп аламыз. Яғни мен 3 бөлікке бөліп алдым. Қамырымызды дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Енді 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Он 15 минут өтті, біздің қамырымыз көтерілді. Енді пергамент қағазының үстіне орналастырып, бізге ол үшін таза лезвие қажет болады, яғни қолданылмаған таза лезвияны аламыз. Осындай дәл видеодағыдай етіп, шетіне узор жасап шығамыз. Енді ортасын басып, қолымызбен осылай әдемі пішінге келтіріп аламыз. Жасап алдық. Енді осындай арнайы нанның ортасына узор салғыш бен жасап шығамыз. Егер бұндай болмаса, шанышқымен жасауға болады. Бір жұмыртқаның сары уызына аздап сүт қосып жақсылап араластырып, нанның барлық жеріне жағып шығамыз. Жағып алдық. Енді бетіне сәндік үшін қара күнжеттен сеуіп шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Егер 200 градуста пісіретін болсаңыздар, 20-25 минутта пісіреміз. 150-180 градустың арасында пісірсеңіздер, 40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің
үлпілдек, әдемі, жұмсақ күлче нандарымыз дайын. Сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Дәл осы рецепттен кейін мүлдем нан сатып алмайтын боласыздар. Үй ішіне де, балаларға да барлығына ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін толық көргеніңіз үшін алғысым шексіз. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.